Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен Қазақ аруы 2024 байқауының жеңімпазы Ысқаққызы Ақкербез. Ақкербез, рахмет бізге бүгін келіп сұхбат бергеніңізге. Сізге бір 5-6 сұрағымыз бар, соған жауап берсеңіз, ол енді біздің оқырмандарға да, енді қоғамда хейтерлеріңіз бар шығар. Бәріне қызық деп ойлаймыз. Бірінші сұрағымыз, Қазақ аруы байқауына қатысуыңызға не себеп болды? Негізі Қазақ аруы байқауына мен случайно келдім деп айтсам болады. Бірақ енді бала күнгі арман, өзімнің бір арманымды орындауға бір үлкен себеп болды. Негізі өмірде барлығы случайно болмайды екен. Мектеп ауыстырған сәтте маған осы сыр аруы байқауына қатысуға ұсыныс түсті. Сол 16 жасында сыр аруы байқауын жеңіп алып, Қазақ аруына жолдама алған болатынмын. Енді осы жаңағы жарыс барысында, дайындық барысында бір қандай да қиындықтар, аяқтан шалу секілді орын алды ма? Иә, қиындықсыз ешқандай дүние келмейді ғой. Әр дүние сынақпен келеді деп айтсақ болады. Қиындық әрине болды. Ең басты қиындығым негізі сол универмен болған болатын. Бірақ та енді фокусты бір дүниеге қою керек болғандықтан мен конкурсты таңдадым. Сол уақытта соның жемісінің арқасында қазір Қазақ аруы болып отырмын. Енді болашақта қандай жоспарларыңыз бар? Болашаққа жоспар көп, тек мені бақылаңыздар деп айтсам болды. Қазақ қыздарының бойында қандай қасиеттер болу керек негізі жалпы? Қазір қоғамда қыздарға қандай кеңес бересіз? Қазақ аруы ретінде. Негізі қазір қоғамға жетпейтін, барлық адамға жетпейтін қасиет ол қарапайымдылық деп ойлаймын. Өйткені пафосты барлығымыз жақсы көреміз ғой, бірақ енді адам қарапайымдылық болса, ол өзін ұмытып кетеді деп ойлаймын. Сол қыздарға айтар кеңесім, тек дамыңыздар, оқыңыздар, мүмкіндік көрсеңіздер, сол мүмкіндікті ұстап алуға барынша тырысыңыздар. Жалпы қазір сіз өзіңіздің әлеуметтік желіңізде қанша оқырманыңыз бар? Әлеуметтік желімде қазір 32.500. Инстаграмда, иә? Тиктокта 41.000 болып қалды. Енді сізге сол әлеуметтік желі арқылы қандай сұрақтар келеді сізге? Ұсыныстар келіп жатыр ма осы Қазақ аруы атанғаннан кейін? Ұсыныстар өте көп. Күнде жан-жақтан, әртүрлі сферадан неше түрлі ұсыныстар келеді. Енді өзіңе байланысты таңдап, таңдамай деген секілді. Мынаған таңдайсың деген. Хаттардан келетін болсақ, негізі менің қазір білім алып жатқан мамандығым дипломат болғандықтан 11-ші сынып оқушылары менен мамандық жайлы көп сұрайды, және де қыздар бұйырса болатын 2025 жылы Қазақ аруы байқауы жайлы көп сұрақтар қояды. Байқауға қалай дайындалсақ болады, кастинг қашан болады деген секілді. Негізі сол сұлулық жағынан қоятын сұрақтары. Енді осы байқауға қатысар алдын ата-анаңыздың көзқарасы қалай болды сізге деген? Менің әкем қарсы болды. Негізі басында анамнан да қатты қолдау көрген жоқпын, өйткені мен 11-ші сынып оқып жаттым. Ол уақытта сабаққа дайындал, ұбт деген секілді өз наразылықтарын білдірді маған. Бірақ та енді бәрібір өзімнің дегенімді істейтін, өзім айтқанын қайтпайтын адам болғандықтан, осы байқауға қатысып, жеңіп алған болатынмын. Енді қазір бос уақытыңызда немен айналысасыз жалпы өзіңіз? Қазір бос уақытымда, негізі менде бос уақыт болмайды. Универге барам, съемкаға барам. Бірақ босап жатсам, енді қазіргі уақытымда атта шабып үйренгім келіп жүр. Сол және де вокалға барып жүрмін қазір. Вокалға қатысасыз өзіңіз? Енді мысалға сізді бір іс-шараларға шақыру үшін, немесе бір жиындарға шақыру үшін өзіңіздің бір белгілі бір гонорарыңыз бар ма? Гонорар бар. Қаншаға барасыз жалпы? Ашық айтсаңыз. Оны ұсыныстар көп, бірақ енді оны сол сөйлесу барысында шешеміз ғой. Шақырса ұсыныс түссе барасыз жалпы? Міндетті түрде барамын. Қазіргі уақытта студенттерге көп қолдау көрсетіп жатырмын, өзіммен қатарластарыма. Сол қазір енді өзімде бірінші курс студенті болғандықтан қатарластарымнан қалмай, сол болып жатқан іс-шаралардан қалмауға тырысып жүрмін. Жақсы, Ақкербез, рахмет сұхбат бергеніңізге, бізге. Сізге тек өміріңізге сәттілік тілейміз, жолыңыз ашық болсын. Рахмет.